Саламатсыздар ма? Қазақстанға мені көріп отқан көрермендер барлығыңызға саламатсыздар. Амансыздар ма? Оразада бітуге жақын қалды, 2-3 күн қалды. Мен сіздерге айтатыным, кешеміз бір күн алдында біздің компанияның лидері Лондонда тұратын құмар баламызбен кездестік. Енді балам деп айтам, өйткені өзімнің балдарым сол 93-94 жылы, сондықтан да бұл 95 жылы екен. Анасы көріп отса, сәлематсызба. Анасымен біз құрдас екенбіз. Сол құмар баламызды айтайын дегенім, өте қарапайым бала екен, өте қарапайым, ашық, өзінің көңіліне Алла тағала беріп тұр деп айтам да. Қазір мысалы жалғыз өзі Лондонда біздің Greenleaf компаниясын жақтан ашып, қазір біздің лидеріміз бүткіл дүние жүзіне таратып жатыр. Қазақ сол жақта Лондонда отырып, ол Қазақстан, менің көп дейді, Қазақстаннан жазылған адамдар просто сол баланың тиктоктан қарап, соның несін, информацияларын, соның жаңа бүткіл біздің компанияның өнімдерінің результаттарын көрсетіп соған адамдар, мысалы құмарды тек сырттай мына неден тиктоктан көрініп, Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан барлығы жазылып жаңағы біздің Greenleaf компаниясына кіріп жатыр да. Сон баланың өзінің, мысалы айтайын дегенім, тыба-тыба тілді көзден таста, мысалы қарапайым бала. Біздің тек бір шақырғанымыздан, біз Анталиядамыз, өзі бір күн бұрын Анталияға келіп ұшып келген, неден Лондоннан өзінің командасымен кездесеміз деп, тек бір сөзімізді тастамай, тек ауыз ашарға келді, ораза ұстап жатыр екен. Сол келіп, бізбен бірге тамақтас болып, ас ішіп, біз 3-4 сағат енді жақсы бір позитивный жаңағындай айтқан нелерін барлығы жаңағындай не десем, өте адамға, халыққа жақын бала екен. Соны білдім. Жаңа баладан жақсы позитивный нелер, мысалы біздердің компанияда оңай емес жүргізу, сол Greenleaf компаниясы, мысалы біз Түркияда жүрміз ғой, ашылып енді официальный енді болды, енді жеңілдейді деп отырмыз, заттарымыз, нелеріміз Анталияға кіреді ғой. Товар оборотты көбейтейік дейді. Товар оборот, дүние жүзінде товар оборот болса, барлығымыз простой халық, жай адамдар, ертең кірген адамдар, жай кіріп қазір қойса, жақсы табыстарға жетеді. Ай сайын товар обороттан ақшаларын алып отырады деп кәдімгі бізге барлық нәрсені үйретті. Сіздер вы счастливые люди, если вы подписались, сендер қазір бақытты адамсыңдар дейді. Тем более, сендер қазір уже Туркия үлкен масштаб қой, халық көп. Ертең енді жоғарыда боласыңдар, жақсы табыстарға жетесіңдер деп біздерге сондай позитивный, прямо деген информацияларды бергенде жақсы береді екен. Тек балам аман бол, аман жүр, тек халықтың жаңағы халыққа жәрдем беретін, халықтың мұңын бәрін түсінетін бала екен да. Сол айтып жатыр да. Бұл біздің бизнесіміз тек жаңағы жай халықты көтеретін бизнес. Қазір қаншама адамдар жұмыссыз жүр, көп адамдар мысалы сырқат, одан кейін 50-ден кейін ешқандай, даже 40 жастан бастап, 45 жастан бастап жұмысқа да алмайды да. Мысалы біздің жастарымыз жұмысқа алмайды, бір жерге офисқа, бір нәрсеге алмайды, қазір жастарды алады. Енді ол дұрыс, жастар алсын, жастар үйренсін, жастар көтерілсін, олардың енді қазіргі программалар, компьютер бүкіл программалар, систем бәрі бөлік, олардың енді бастары жақсы алып, олар жасап кетеді. Соны айтады, простой, мысалы үйде отырған, балалармен отырған келіншектер бар, мысалы жұмысқа шыға алмайды балалар, үйде отырып жасауға болады осы бизнесімізді, Greenleaf'ті.
Онан sonra пенсияға шыққандар бар, пенсияға шықпай әлі сол жаңағы жұмыс істеп жүргендер бар, не техничка болып анда жүріп бұнда жүріп, әйтеуір тек күнімді көрсем деген. Былай қарасаң біздің Қазақстанда көбісі үйсіз жүргендер көп. Мына жерде біздің компанияға келіп, мысалы деген адамдар 30 жыл 40 жыл жұмыс жасап жүріп үй ала алмай жүрген адамдар бар. Үй ала алмайды, потому что ақша жетпейді. Сондықтан да бұл жерде сен усиленно кәдімгі күшіңді беріп жұмыс жасап 1 жыл жүрсең, 1 жылда үй алуға мүмкіндік бар біздің Гринлифте. Соны айтты. Білесіз бе, мысалы біздер жаңағы енді неге келіп, Түркияға келіп жаңа үлкен статустарға көтерілдіңдер, анау жоқ, біздерге ештеңе көтерілген жоқ. Біздер жазылдық, келдік, сол енді күтіп отырмыз. Заттарымызда неге сертификатсыз болмағасын Түркияға кіргізген жоқ. Соны күтіп, сабырлықпен күтіп, мысалы енді көп әр нәрсенің өзінің қиындығы бар. Енді Алла қосса, осы Түркия ашылып, официально ашылды ғой, енді заттарымыз кіре бастайды осы марттың аяғында. Сондықтан да біздің де жұмысымыз жеңілдейді. Біз қазір мына жақта халыққа көрсететін, халықты үйрететін бір магазин болу керек. Сол магазинге уже адамдар келеді, көреді, адамдар көреді. Біз енді бірақ жайлап Түркияны үйретіп жатырмыз да. Біздің компаниямызда мындай өнімдер бар, мындай өнімдер бар. Әйтеуір 1-2-3 түптен келген нәрселерді көрсетемін. Бізде осындай өнімдер болады деп. Соны үйретіп жатырмыз. Сонымен жаңағы айтайын дегенім, сол құмар баламыздың өте қарапайым, анасына көп рахмет айтамын, осындай бала тәрбиелеп, осындай баланы өсіріп, ақылды бала қылып өсіргеніне. Оның інісі бар екен, қарындастары бар екен. Олар да кәдімгі коронаға көтеріліп, статусына көтеріліп, қарындасы да школда, мектепте оқитын балалар, қазір олар жұмыс жасайды, ол айтады, өздері зарабатывать етіп ақшаларын дейді. Олар да кәдімгі реклама, тикток түсіреді екен, жаңағы қарындасының несі балалары. Бұл жерде ешқандай ограничение жоқ. Осындай сен осындай жасқа келгенде жұмысқа кіресің, осындай жастан бастап баста деп. Қазір жастардың уақыты, жастар телефонда кіріп, телефонның бүкіл нәрселерін біледі. Сондықтан да қазіргі мектепте жасындағы балдар бос жүрмесін, бос телефонда отырмас, бос отырғанша осы біздің Greenleaf компаниясын айтып, балаларыңызды да кіргізіп үйлеріңізге болады. Ұлыңыз болсын, қызыңыз болсын, жұмыс жасасын. Ол бүкіл нәрсе кәдімгі немен, телефонмен, жаңағы компьютермен жасалынатын нәрсе. Баяғыдай жаңағы сүмкі затты алып, жаңағы бүкіл магазиндері, бүкіл жұмыс орындарына барып сататын заман емес. Қазір біздің Greenleaf бүткіл жерде нелер бар, центрлар бар, маркеттер бар Greenleaf'тің. Әр адам сол маркетке барып ала алады. Мысалы жазылмаса 100%-мен алады, кәдімгі магазин ценалармен алады. Жоқ, жазылып біздің компанияға кірсе, ол 50%-мен алады. Онан кейін де товар обороттан ай сайын кәдімгі айлық сияқты айдың 10-ында ақша түсіп тұрады. Сондықтан да қазір жазылып алыңыздар. Ертең 1 жыл, 2 жылда енді тіптен жұрттың бәрі біледі Greenleaf магазин. Мысалы, қазір 1 жылдың ішінде осы нелерді тездетіп жазылып алсаңдар, үйіндегі адамдарды жазып қойсаңыздар, даже адам жазбасаңыздар да, ертең астарыңыздағы адамдардың товар оборотынан әр адам кәдімгі бірдей ақшаларын алып отырады. Сондықтан да жазылып отырыңыздар. Біз енді құмардың бүкіл айтқан нелерін бәрін немізге ұғып, түсініп, сөйтіп алдық. Қандай бала жалғыз өзі Лондонда жүріп, қаншама халықты үйретіп, жазып, адамдар соған қаншама адамдар рахметін айтып жатыр. Сондықтан да құмар баламыз аман болсын. Осындай жаңағы мықты, осындай ауыр жағдайда жүрген адамдарды кәдімгі соның бүкіл сөзін түсініп, сол Лондонда отырып информация беріп отырады. Рахмет, құмар балам. Аман бол.
тек биіктерден көріне бер, Гринлейвтің ең үлкен президент статусында жүре бер балам.